Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді тағамның бірі вермишельдің жасалу жолын ұсынамын. Бір-біріне жабыспайды, езілмей піседі. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Дәмі тіл үйіретін оңай жасалатын тағамды сіз де жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге ұсақ жіңішке макарон керек болады. Қатты отта қызып тұрған құрғақ табаға макаронды саламыз. Макарондар қызарғанша араластырып отырып қуырамыз. Жиі араластырамыз, тез күйіп кетеді. Сонан соң дайын болған макаронды бөлек ыдысқа саламыз. Табаның ыстығымен астыңғы бөлігі күйіп кетпес үшін. Келесі кезекте етті орташа бөлікте тураймыз. Кез келген етті пайдалануға болады. Пиязды ұсақтап тураймын. Сәбізді жіңішке әрі ұзынша етіп турадым. Барлығын турап дайындап алдым. Енді қызып тұрған табаға сұйық майды құямыз. Етті салып жақсылап қуырамыз. Сонан соң пиязды саламыз. Жақсылап қуырамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Сонан соң сәбізді саламыз. Барлығын қатты отта қуырамыз. Томат пастасын саламыз. Дәміне қарай қара бұрыш саламыз. Жақсылап араластырамыз. Қаласаңыз өзіңізге ұнайтын дәмдеуіш салсаңыз болады. Менің каналымда басқа да тағамдардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Келесі кезекте су құямыз. Жай отта ет піскенше 1 сағаттай қайнатамыз. Етіміз толықтай пісті. Сонан соң қуырылған ұсақ макаронды саламыз. Тағамның суы макароннан асып тұрмағаны дұрыс. Яғни бір деңгейде болғаны дұрыс. Бұл тағамның суы көп болып кетсе, бір-біріне жабысып дұрыс піспейді. Макаронды салғаннан кейін араластырмаймыз. Қақпағын толықтай жабамыз. Жай отта 20 минут пісіреміз. Мінекей достар, өте дәмді, тойымды тағам дайын. Бір-біріне жабыспайды, езілмей піседі. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Дәмі тіл үйіретін оңай жасалатын тағамды сіз де жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақжолпан.